Мынау қимай деген не деп сұрап жатыр. Сиыр етінен жасалған, қазір шұжық десем тағы айтасыздар. Сиыр еті тоқ шекке, қимайына салынған колбаса, солай айтайын. Сиыр етінен шұжық жасаудың еш қиындығы жоқ. Видеодағыдай әрекетті орындаймыз. Және де тұздау үшін тұз, бұрыш және чеснок пайдаландым. Видеодағы тоқ шек, сиыр шегі ішін 5-6 рет шаямыз таптаза болғанға дейін. Және майдындағы бездерін алып тастаймыз. Басын сәл ішіне қайырып ап, етті ішіне саламыз. Ет салғанда шек аударылып шығу керек. Сонда мына майдың бәрі ішінде қалады. Шұжықтың ішінде қалады. Шыққанда оны тартып, мына жерден қысып ұстап тұрамыз. Осы жерден қысып ұстап, шекті кіргіземіз ішіне қарай. Мына етіміз ақырындап шектің ішіне кіріп, майымыз бәрі ішіне аударылып, шегі аударылып, осындай еттегі темір ағзаға қону үшін оны квашеный капустамен жеу керек. Біз бүгін капустаны арайдан алып отырмыз. Өскемендегі ең тәтті ПП торт пісіретін Арай деген қыздан квашеный капуста заказ беріңіздер. Қай жерде? Базовайда.